Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге қарға мен кірпі ертегісін айтып беремін. Олай болса, ертегіні соңына дейін тыңдаңыздар. Баяғыда Сүлеймен деген патша кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық береді. Сен қарға күнде жер дүниелерді аралап, бір жақсы сайрайтын құсты тауып кел. Ол құсты менің бас жағыма әкеліп отырғызып қой. Айтқанда ол құс мені сайраған даусымен оятсын. Ал сен кірпі барып жердің түзін тінтіп, бір жұмсақ нәрсе тап. Ол нәрсені әкеліп, дәл менің жастығымның үстіне бетіме таяп қой. Құстың сайрағанымен оянған кезде сол жұмсақ нәрсеге тисін дейді. Қарға дамыл таппастан көп жерді аралап, көп құстың сайрағанын естиді. Бірақ бұған бірде-бір құстың сайрағаны ұнамайды. Бұның ойлағанынша бұлбұл және басқа құстар жаман сайрайтын құстар болып көрінді. Даусы жақсы құсты таба алмастан қарға байқұс қатты қайғырады. Енді маған өлім келді ғой. Таң мезгілінде шаршап шалдығып ұясына әрең қайтады. Анасын көрген балапандары қарқылдай бастайды. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай әдемі естіледі. Балапандардың қасында бұлбұл басқа құстар жаман сайрайтындар көрінді. Сөйтеді де қарға балапандарын Сүлеймен патшаға келіп, бас жағына отырғызып қояды. Бізде тыным таппастан жердің жүзін аралап, жұмсақ нәрсе іздейді. Ары іздеп, бері іздеп, бірақ еш жерден таба алмайды. Бұл да шалығып, арып ашып үңгіріне қайта келеді. Анасын көрген кішкентай кірпінің балалары оны құшақтайды. Кірпіге де балаларының денесі сондай жұмсақ болып көрінеді. Кірпі ойлайды. Жер бетіндегі ең жұмсақ нәрсе ол менің балаларым екен ғой. Сөйтеді де балаларын Сүлейменнің сарайына алып барып, бас жағына бетіне тақап отырғызып қояды. Әлден уақытта таң атады. Қарғаның балапандары қарқылдай бастайды. Сүлеймен оянып, оларға қарай бергенде бетіне кірпі балаларының тікендері қадала кетеді. Қараса қарғаның балапандары мен кірпінің балалары екен. Сүлеймен ашуланып, қарға мен кірпіні шақырып алады. Жендеттеріне мыналардың басын кесіңдер дейді. Жазалы болған қарға мен кірпі да тақсыр дейді. Сүлеймен айт атыңды. Қарға мен кірпі өздерінің басынан кешкендерін бәрін баян етеді. Содан соң Сүлеймен әркімге өзінің баласынан артық көретіні жоқ екен ғой. Баласы өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық, мамықтан да жұмсақ екен ғой. Қарға мен кірпіні босатып жібереді. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Ертегім ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.